Әр күніңіз сәттілікке толы болсын ағайын. Бүгінгі тақырыбымда жиденің пайдасы туралы айтатын боламын. Жидені тұтынудың денсаулық тұрғысынан ешқандай зияны жоқ. Керісінше, пайдасы айтарлықтай көп. Әсіресе ішек жолдары мен бүйрекке өте пайдалы. Бүйрек зиянды заттардың сыртқа шығарылуын қамтамасыз етеді. Зиянды заттар бүйректен өтетіндіктен адам жеткілікті мөлшерде су тұтынбайтын болса, кейбір қалдықтар қатайып бүйрек тасына айналады. Бүйрек тасы өте қатты мазалайтын емі қиын аурулардың бірі. Ал жиде, гүлі, жемісі және дәнімен қоса толықтай бүйрек ауруына жақсы әсер етеді. Жиденің өзін жеп тұтыну өте пайдалы дедік. Сондай-ақ дәнімен гүлін қайнатып ішкен жағдайда бүйрегінде тасы барларға жақсы әсер етеді. Сонымен қатар, ішек жолдары асқазан ауруларына өте пайдалы. Әсіресе іш өтуіне қарсы жақсы көмектеседі. Іш өтуі де ас қорыту жүйесінің кеселі. Іш өткен кезде бір уыс жидені реңі аздап сарғайғанға дейін суға қайнатып ішу керек. Құрметті оқырман, бүгінгі видеом сізге ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, жазылып кетуді ұмытпаңыз. Достарыңызбен бөлісе отырыңыз.